Саламатсыз ба? Бүгін Telegram канал арқылы PicsArtқа қазақша шрифт енгізу туралы айтып өтем. Telegram каналға кіру үшін маған подписка жасап, лайк басыңыз, содан кейін мен сізді бесплатно Telegram каналға өткізем. Мынаған шрифт таңдап аласыз. Мысалға мен Асылбек М02 деген таңдап жатырмын. Үш точканы басып, сохранить загрузки басасыз. Содан кейін мне загрузилось, үстінде стрелка шықты, мне соған бастым қайтадан. Мне Асылбек деген үстіне басасыз, открыть дегенді баспаңыз. Асылбек деген сөздің өзіне басып, PicsArtқа апарасыз, переместить етіп жатсыз, ол сіз міне вставить деп PicsArtқа қойдық. Міне Асылбекті тұр көрдіңіз бе? PicsArт ішінде. Енді тексеріп жібереміз. Галереяны ашып, кез келген фотоны PicsArt арқылы ашамыз. Отправить PicsArt, мысалға мына суретті. Енді жазып көреміз қазақша сөзбен. PicsArt'та текст деген тыны басасыз, текст жазу үшін. Міне қазақ әріптері. Так, шрифт. Үстіндегі розовый галочка тұр, соны басасыз, стрелка үстіге қарай, соны басып. Мынау PicsArt'ның өзінің программадағы шрифттері. Недавние дегенде ашпайсыз, мои шрифты деген бар, соған басыңыз жүрек. Міне ең бірінші тұр Асылбек М025 деген. Осындай әдемі қылып жазуға болады. Қазақша шрифтті әдемі қылып жазу үшін осы әдісті қолданыңыз, оңай және бесплатно. Бәріңізге рахмет. Каналымды қарап тұрыңыз. Өте керек, маңызды ақпараттар болады. Міне цветін өзгертіп жатыр. Градиент деген астында, цветтің астында градиент дегенге бассаңыз, осындай двухцветный болады. Обводка жасадық сары түске. Әдемілік үшін. Все. Рахмет. Үстіде галочканы бастық. Сохраняем. Все.